Бәріңізге сәлем, мен Мардан. Каналыма қош келдіңіз. Бұл видеода сіздермен бірге ақш пен Иранның арасында соңғы күндер қандай нәрселер болып жатыр, қандай саясаттар жүріп жатыр, және тарихта Иран мен ақштың арасында қандай қақтығыстар бар еді, қандай шиеленістер бар еді, барлығын сіздермен бірге осы видеода көретін боламыз. Дайын болсаңыз видеоны бастайық. ақш орталық барлау басқармасы CIA Иран премьер-министрі Мохаммед Мусадықты британдық барлау қызметімен келісіп отырып құлатты. Демократиялық сайлаулардан кейін үкіметке келген Мохаммед Мусадықты төңкеріс жетекшілері құлатқаннан кейін авторитарлық билігімен танымал ақш қолдаған Шахриза Пехлеви үкіметке тағайындалды. Иран Шахриза Пехлевидің басшылығымен атом энергиясын азаматтық мақсатта пайдалану туралы бейбітшілік үшін атом саясатымен 1957 жылы 5 наурызда Вашингтонмен ядролық келісімге қол қойды. Пехлеви дәуірінің соңғы премьер-министрі Шапур Бахтияр 1979 жылы 29 қаңтарда ақш пен құны 6,2 миллиард долларды құрайтын екі атом электр станциясын тоқтаттық деп мәлімдеді. Бахтиярдың мандаты осы хабарландырудан 13 күн өткен соң аяқталды. Кейін бұрынғы премьер-министр Париждегі үйінде қастандықпен қайтыс болды. Иран ислам революциясынан кейін көп ұзамай режим қолдаған ирандық студенттер 1979 жылы 4 қарашада Тегерандағы ақш елшілігіне шабуыл жасап 52 дипломатты тұтқындады. Президент Рональд Рейган мен Иран арасында келіссөздер өтті. ақш қысымын арттыру үшін Ираннан мұнай импортын тоқтатты және Иранның миллиардтаған долларын қатырып тастады. 1981 жылы 20 қаңтарда Алжирлік шарт бойынша 444 күннен кейін қазіргі тарихтағы ең ұзаққа созылған дипломатиялық дағдарыс ретінде тіркелген американдық дипломаттар босатылды. Вашингтон дипломаттарды босататын болсаңыздар, саясаттарыңызға араласпаймыз деп уәде берді. Иран-Ирак соғысы 1980 жылы 22 қыркүйекте Саддам Хусейн басқарған Ирактың көршісі Иранның Абадан және Хуремшехр қалаларына шабуыл жасаған кезде басталды. 8 жыл жалғасқан жеңімпазсыз соғыстың нәтижесінде 1 миллион адам көз жұмды және Иракқа қарсы Иран соғысында ақш Ирактың жанында болып қолдауларын Иракқа көрсетті. Израиль Иранды қолдады. Сирия мен Ливиядан басқа барлық араб елдері соғыс кезінде Иракқа қатысты. Америкалық соғыс кемелері Парсы шығанағында Иран соғыс кемесіне шабуыл жасап, кемені батырды. Сонымен қатар ақш Ормұз бұғазы маңында Иранның екі мұнай платформасын бомбалады. Кек алу кезінде Иран Самуэль Робертс соғыс кемесіне мина арқылы шабуыл жасап жауап берді. Бірнеше айдан кейін ақш әскери теңіз күштері 290 адаммен бірге Иранның жолаушылар ұшағын кездейсоқ атып түсірді. ақш үкіметі ұшақтың соғыс ұшағы деп атқанын мәлімдесе де, бұл шабуылдары үшін кешірім сұраған жоқ. ақш президенті Дональд Трамп 2018 жылдың 8 мамырында бұрынғы президент Барак Обаманың тұсында 2015 жылы Иранмен жасалған ядролық келісімнен бас тартқанын мәлімдеді. Содан кейін Трамп Иранға, соның ішінде энергетика секторына ауыр санкциялар салуды қайтадан бастады. Президент Трамп сәуір айында Иран революциялық күзет армиясын террористік ұйым деп танығанын мәлімдеді. Вашингтон тарихта алғаш рет бір елдің әскери күшін террористік ұйым деп сипаттады. Иранның таяу шығыстағы іс-әрекеттерінің артында тұрған Иерусалим күштерінің қолбасшысы Қасым Сүлейманидің өлімі бомба сияқты күн тәртібіне түсті. 3 қаңтар 2020 жылы президент Трамптың бұйрығымен өлтірілген Қасым Сүлеймани діни көсем Али Хаманейге тікелей байланысты болған революциялық сақшылар армиясының Иерусалим күштерінің қолбасшысы болған. Таяу шығыстағы және Сириядағы азаматтық соғыс кездерінде жиі көзге түскен ирандық генералдың шетелдік операцияларды жүргізуде толық құқығы бар еді. Қасым Сүлеймани Ирандағы ең маңызды екінші адам еді. 2020 жылдың 3 қаңтарында Ирак астанасы Бағдадта ақш президенті Дональд Трамптың бұйрығына сәйкес бомбалы шабуылда Сүлеймани қайтыс болды. ақш қорғаныс министрлігі Сүлеймани бұрын Бағдадтағы ақш елшілігінің Иран қолдаған Катайб Хизбулла содырлары мен Хашди Шабиг жақтаушыларының шабуылына рұқсат берген туралы мәлімдеме жасады. Сондай-ақ Қасым Сүлеймани алдағы күндерде ақш дипломаттарына жасайтын шабуылын алдын алу үшін өлтірдік деп хабарлады. ақштың Ирактағы операциясы кезінде өлтірілген Иран революциялық күзет армиясының
Иерусалим әскерлерінің қолбасшысы Касым Сүлейманидың жерлеу рәсімі Кирман қаласында өтті. Қастандық Иранның экономикалық құлдырауы және таяу шығыстағы қару-жарағын кесу стратегиясының көлеңкесінде қауіпті иілістердің соңғысы. Бұл тараптарды соғыспен қоса қауіпті иілістерге апаратын соңғы бағыт. Мақсаттағы атаулардың салмағы Иран ақш шиеленістерін жаңа кезеңге шығарады және Ирак-Америка қатынастарына ауыртпалық түсіреді. 1979 жылдан бері ақшпен күресте болған Иран Сүлейманины жоғалтуымен бірге өте маңызды бір символын жоғалтты. Егер штаб жетекшісі өлсе, Иран үшін бұл Сүлейманиның өлімі сияқты қиын жағдай болмас еді. Касым Сүлейманиға жасалған қастандықтан кейін кейбір пікір білдірушілер мұны ақштың Иранға соғыс жариялау деп түсіндірді. Бұл қастандық 3-ші дүниежүзілік соғысқа әкелмейді. Себебі Ресей мен Қытай сияқты елдер шиеленіс орталығынан алысты. Бірақ Қытай қандай да бір соғыс шығатын болса, көмектерін Иранға беретіндігін мәлімдеді. Барлық осы оқиғалардың артынан Иран өте ауыр кек алатындығын айтып, ақшқа әртүрлі қорқытулар жаудыра бастады. Касым Сүлеймани өлгеннен 5 күннен кейін Иран Ирактағы ақш әскери базаларына шабуыл жасай бастады. Шабуылды 15 баллистикалық ракетамен жасады. Иран 80 ақш әскери өлгенін айтты. Бірақ ақш ешкімге ештеңе болмағандығын және барлық нәрсе өз орнында екендігін айтып мәлімдеді. Иран үкіметі Біріккен ұлттар ұйымына соғыс қаламайтындықтарын айтты. Артынан ақшта соғыс керек емес екендігін және игілмен соғыс кезінде Иранмен бірге жұмыс істейтінін айтты. Бірақ Иран үкіметі әлі Касым Сүлейманидың кегін алған жоқпыз. Бұл тек қана бастаушы ғана деп мәлімдеді. ақштың ирандық генерал Сүлейманины өлтіргеннен кейін ақш президенті Трамптың 8 жыл бұрын жасаған твиттері тағы да пайда болды. 2011 жылы Обама Америка Құрама Штаттарының президенті болған кезде Обама қайта сайлану үшін Иранмен соғыс бастайды деген екен. Яғни дәл осы нәрсе Трамптың шабуылды сайлану үшін жасағанынан дәлел болуы мүмкін. Бәріңіз білесіздер, соңғы күндері өте көп нәрселер болып жатыр осы саясатта, және сол күні дәл Иран Ирактағы ақштың базаларын бомбалаған кезде Украинаның жолаушы ұшағы түсті және 180 адам қаза тапты. Дәл осы нәрсенің ішінде Иранның да политикасы болуы мүмкін, және ракеталарымен Украинаның ұшағын қателесіп атып түсірген болуы мүмкін. Бұл нәрсені дұрыс дейтін бір дәлел сол жерден ракетаның қалдықтарының табылуы және Иранның жаңағы самолеттің ішінен табылған қара жәшікті басқаларға бермеуі, яғни Украинаға бермеуі. Дәл осы нәрселердің артынан Иран Украинаның ұшағын атып түсіргеніне мәлімдейтін бір видео пайда болды. Осы видеоны сіздермен бірге көрейік. Видео туралы пікірлеріңізді комментарияға қалдырыңыздар. Пікірлеріңіз өте маңызды. Сондай-ақ видеоға лайк басу арқылы маған қолдау көрсете аласыздар. Келесі бейнелерде көріскенше, мен Мардан.